Мен сізге айтайын, сіз тауда жүрген кезде талай осындай тасты көрдіңіз. Не болмаса осы тасты талай басып өтпектіңіз. Дәл осындай тас кезігіп қалатын болса, ерінбей абайлап осыны аударып төңкеріп қарайтын болсаңыз, байлық бұның ішінде жатады. Абай атамыз айтқандай, еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тіленбей дейді. Міне бұл әлем жаратылысының өзі ұсынған байлығы. Дәл осындай бір дінге қайлан шығатын болса, сіздің 30 жылдық еңбегіңізбен барабар. Бұндай өзек қайландарды талай әкелген. Мынау тағы кішкенелері, бұдан да дәу шығатындары бар. Қайланың ішкі бірігу құрылымдары дәл осылай болады, көріңіздер. Енді мына таста 6 қырлы, 8 қырлы болып, өзек болып шығып тұрғандар қайла мен бералдың аралас түрлері. Ал үстіндегі жылтыр боп, қара жапырақша боп бірігіп тұрғандары шырымтал болады. Мұндай бөлек кесек тастарда негізінен шырымтал мен қайлан бірге шығады. Ал жар тас пен жер тастарда қайлан негізінен қара тастың ортасынан өзек боп өзі ғана шығады. Мұндай тастың түрлері солтүстік Шинжаңның тауларын бәрінде негізінде болады. Мұндай чаптасып тұрған шырымталдардың да өнеркәсіпте қолдану көлемі өте кең болады. Қазіргі заманның ай шарына шығатын жасанды серігі және осы заманғы соғыс құралдарының бәріне кеңінен қолданылады. Оңайшылықпен өртенбейді және төкті өткізбейтін қасиеті бар. Бұлар негізінен таусылатын кен байлығына жатады. Есіңізде болатыны, тау тастан осындай тасты байқасаңыз, әсте аттап өтіп кетпеңіз. Мүмкін сіздің байлығыңыз осы шығар. Осындай ортақтасу сіздің көңілдеріңізге ұнап жатса, ұмытпай тұрғанда мені дереу қосып алыңыз. Әрі сақтап қойсаңыз болды. Және де басқалардың білу үшін молдап тарқатып қойыңыздар. Тегін жүректеріңізді аямай беріп, 6 санын маған қолдау ретінде молдап басып қоятын болсаңыздар, сіздерге байлық молынан үлессін. Менің телефон үн-хат нөмірім 1366 99 122 49. Немесе өздеріңіздің үн-хат нөмірлеріңізді маған жолдап қойсаңыз да болады. Көрген білген тастарыңыз болса маған аямай жолдаңыздар. Шамамен келгенше сіздерге түсіндіріп беремін.